Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Биз сиздер кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө эпос өзөктүү Манас романын жазган. Мына бул роман силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептер орто мектептердин Кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларына Манасты окуп үйрөнүү мындан да жеңил болсун деп мен атайын мындай кылып 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн жумуш дептерлер да түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан орто мектептердин программасына сунушталган, киргизилген. Азыркы учурда мен 3 жылдыктын 2 бөлүгү болгон Семетей эпосунун үстүнө иштеп жатамын. Мен Семетейдин романды 1 томун бүтүп алып 2 томдун үстүнөн иширип жатам. Биздин баатырдык эпосубузду дүйнө жүзүнө мындан ары да жайылтуу максатында мен өзүмдүн 5 томдуу романымды толук оюнун орус тилине которуп, аны атайын интернет сайт ачып epos-manas.com ошол сайтка орус жана кыргыз тилиндеги варианттарды коюп койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мен мына бир нече айдан бери ушундай кылып орус жана кыргыз тилдеринде видео тасмаларды чыгарып жатам. Андан мен эпос жөнүндө түшүнүк берип жана өзүмдүн романдарымдан үзүндүлөрдү окуп жатамын. Белгилүү кетчү жагдай, менин орус тилиндеги видео тасмаларым дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген эми дүйнөнүн ар бир жашоочусу биздин баатырдык эпосубуз менен өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин видео тасмалар жөнүндө өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге билдирип койсоңор, анда Манас эпосун жайылткан өз салымыңарды кошкон болот дегенди. Мына мен эпос жөнүндө кыскача айтайын деген ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен романды окууну улантсам. Үшөндүн балдары аябай жакыр болуп, мурда артык башчылык көрбөгөндүктөн айгырды көрсө албырап, керек качып үйүнө, калмактарча балдырап, атты көрүп алышып, ат көргөндүн баарысы тиштеп, жутуп чыдей, ырак качып калышып, аябай элге үркү болушту. Чоң аттардан коркушуп, тайлардын оосун билбей, кичиктеп мингенде, алар мөңкүп кеткенде, көз камандар бет алды менен жерге түшүп, ого бетер шерменде болушту. Ойбой, бул Манастын айласы курусун деп кичинекейди какаштаган, жуулбагандан сасыган, агара баштаган чачтарын жананы калбай турмаган көкчө көз. Көрбөйсүңбү, бизге душманга белчаттарды бериптир. Алардын кичинеси жерге уруп, минген жанды жыкса, чоңдору үстүндөгү адамды көтөрүп уруп, тиштесе, ким болсо да үркүп, бекер жаны чыгат. Ушундай жаман мал берген, ойрон болгон Манас, оң санабас жан, катаасыз куу душман турбайбы?
көз командалардың аттан қачып ет бетімен түшкенін көрген Манас алардың малсыз өскенін түшінді. Sizin туғандарыңыз қандай? Тамашалы шақты кірді. Батырдың жанына келген көк туылға шаңқыр болды. Алар өмірінде ат көрмеген оқшайды. Анышылдың сөздеріне 40 euro жер жаңылықтан атқырышты. Болды, мені көрді, өчіргілі деп ачуланған Манас қабағын түйгенде, Батырдың көңілін байқоусыздан, орытып алғанын оңтойсызданған чоролар күлкісін дарылсайып, оғыздары жап болды. Ақмақ десе, дебичі күйлі көкші көзді. Көрбейсің бұл, мұның атқорланған. Жантыртан кіші ол, бізге өлтіртші малын таңып жатады. Туғандарын жылдың сөздерінен құтқару үшін Айкөлдің көрсетмесі бойынша қазақтардың жолын субаш болған бірнеше жігіт жылқыға кірішіп, 6 күн азу аттарды жоғыштып жүрішті. 7-ші күні чоролар ерлерді тоқ жаңыл туғандарын мендіргенде Үсендің балдары аттарының қарап құлағын, аяғынан қарап тұяғын, жүйе жүрген өлі оңдып аябай кейішті. Қаншалық қорққаны менен көз командар аттарға менішіп, қор жойып жолға кірішті. Аба, деді Манас жолға шығарын алды Үсенге. Өзің көрген алайға барып, елі жұрттың менен амандашып алғын. Мақұл, деп абышқа балдар менен Айкөлдің қоштасында мекеніне жөнелді. Бирок алар жолда бара жатқанда суық қабар менен Қошойдон беті башы чаң болған, ұзын бойлы, қара тору шабарман келді. Қаным, деді ал, оғандан түлкі деген бағата шығып, қатағандың қалқын кейтіп, жазираның чөлін айдап, қыпшағы жоғы болып, қара қалпақ қандысы, қан Қошойға толғанып, дұшман чұқыл табылды, жұрттың көбі чабылды. Ачуланған Батыр тоқтаусыз түлкіге қарсы шығуға бел байлап, жаңы туғандарын айылға қантып жеткеру жөнінде ойлана баштады. Үсен ағамды балдарыменен қадырлап тосып алдым, деп ойланды Батыр. Эми мындан ары көңілін орытпай, қырғызстарға үйренгенге чейин аларды ренжітпестен урматын жайына қойып, жақсылап қарап тұру керек. Оны кімге тапшырсам? Bir топ ойланған Манас бұл көйгөзі шешу жолын тапты. Қара бөрік менен ақылай, мұрын қалған аялдарым ойланды Айкөл. Екеуінің тең қиялдары чөп болғандықтан өз командарға қорш дейіп, көңілін ортып қойшы. Қанекей болсын жақындары алған зайы бұл. Ал жаш болса да ұрғашылық жағынан ешбір айыбы шыққан жоқ. Мен ертелі кешсінап, анын кемшілігін көрген жоқпын. Келген туғандар тапшырсам, зайыбым залал келтірбей, аларды кейітпей, жақсы бағар деген үмітпенен Батыр аялына хат жазды. Қанекей деп баштады хатын Манас. Кебемді мұң. Сенің қылар ішің бар. Мен жолда атамдың бір туғаны Үсен ағамды балдарыменен жолықтырдым. Оғандың қаны түлкі Қошойға қол салғандықтан аға қарсы жортуылға шыққанға арғасызмын. Абамды айылға мені жігіттерім алып барады. Жұрттың бары біздікі болғаны менен туғанды қайдан табат елем? Біреу бізге жаман туғанын бермек беле. Ошондуктан абамды қадырлап тосып, жақсы мамиле жасап, мен жоқталарды өгейлетпей, тон кигізгін тоныңдай, ат мінгізгін атыңдай, жаман бағып қойбоғын, жарғысыз жаман қатындай. Шенгендіктен мұның барын қара көртінің ақылайға айтпастан, саға айтып жатам, қатын. Туғандарыма жақсы мамиледе бол. Алар жерелеп бие байласын, жергеме Қошой жайласын, сабаға құйдыр кымызын, заман ақыр жұрт айтсын, туғанға қызмат қылышын.
Эгерде ала сураса союшуна мал, нар бергин, жылкы берсең тай бергин, суу тилесе чай бергин. Мен тууганымдан, эли журтумдан эч нерсемди аябайм. Ошондуктан мен келгенче Үсөн абамдарды жакшылап кара. Жакын туугандарыма дүнүйөмдүн баарысын берсең дагы ыраазымын. Бирок алардын көңүлүн калтыраткан болсоң, сени эки дүйнөдө кечирбейм. Катты жазып бүтүп, Манас көкчө бөлөсүнөн өрүүлүк алган 3 жылкыны абасына тартуулап, 3 азаматты кошуп берди. Силер туугандарымды Кыргыздын жерине баштап, жолду көрсөтөсүңөр деп катуу дайында жоокерлерге айтып койдум. Бул катымды Каныкейге берип, Үсөн абамды балдары менен карырлап тосуп алуу жөнүндө менин атымдан эскерткиле. Эгерде катынын тапшырмамды эки кылса, менден таарынбасын. Экинчи бап Манас баатырдын Ооган менен согушканы. Үсөндү айылга жөнөткөндөн кийин оогандыктардын ээн баштыгына ачууланган Манас аскерлерин топтоп Ташкенттеги Көкөтөй канга душман кол салганы жөнүндө кабар берди. Кап, мен кантип жортууга чыгам? Кейгиде Айкөлдүн катын алган Көкөтөй. Мен ойроттун баарын карчап, Кытайга барып чарчап, аябай картайдым. Кооздолгон кызыл чапанды желбегей жамынган, башына жаңа калпакты кийген кан жашынын өтүп калганына пушайман болуп, алтын тактысында кайгылуу башын чайкап, жанына 12 жаштагы уулу Бокмурунду чакыртып, Манастын каты менен тааныштырды. Каттын маанисин түшүндүңбү? Сурадык Кан анын бөрүмүктөн уулуна. Түшүндүм, жооп берди Бокмурун. Баатыр бизди түлкүгө каршы согушка барууну суранып жатат. Балам, менин ордума жортууга сен баргын. Ата, мен мындай алыс сапарларга мурда барган эмесмин. Тайшалдай түштү толкундангандан өңү кызара түшкөн, орто бойлуу, аркышай келген акчумал Бокмурун. Эч нерсе эмес, мээримди жырмайдаган Көкөтөй. Азыр Манас менен барсаң, жортууга чыгып пушасың. Душманды кантип жеңүүнү үйрөнүп, тажрыйба аласың, балам. Макул. Атасынан бата алган Бокмурун Көкөтөй кандын кызыл суусун көтөрүп, 40 000 аскердин башында Анжыяндын талаасы Жирөлүнүн жолу менен Айкөлгө барды. О, канымдын уулу келген турбайбы деп аябай кубанган Манас Бокмурунду чоң урмат менен тосуп алды. 90 000 аскер менен Казак жолуна аттанган Манас Азимүргөн шаарына бет алып, арышты ашып өтүп, Аршаккун менен Каратегин калчанын жерине жетти. Силер дагы казатына жиргиле деп сұрангандықтан, жергиликтүү калк баатырга 40 000 аскерди кошуп берди. Калчада экипине алган Манас баатыр Алеңгир белинен түштүк тараптагы атактуу Оогандын элине сапарын кайрадан улантып, Алектин белин ашып, Аму дарыянын жээгине жетип келди. Саркан тоо Ченжуттан башкан дарыянын сүрүн көргөн адамдардын аябай үрөйү учту. Тоо тараптан мөңгү бузулуп, ар тараптан аккан суу аргын келип кошулуп, капкара болуп чалмагып, кан жыттанып жошулган Үргөн шаарын жарып өткөн Аму дарыянын үстү көк буу болуп, оогандыктар менен кыйбалыктар бири-бирине суунун көптүгүнөн катташа албай чуу болуп турганынан кыргыздардын ого тереси чыкты. Дарыянын албуптанып агып жатканын көргөн анын жээгинде ары бери ойлуу жөө баскан Манас башын чайкады. Бул суу өткөнгө татаал дарыя турбайбы? Туура айтасың, баатыр кабагын чыктырды, сууга тигиле караган бакай. Көрбөйсүңбү? Быккан шаркан болгон дарыянын тоодон аккан токою ташка тийсе бурулуп, жарга тийип урунуп,
Жардын бети туурулуп, кулап түшүп жарынан, урунт жердин баарынан тамыры калып суурулуп, дөбөзөй болгон чалмалар чегеренип жуурулуп, аны көргөн адамдын кечпей жүрүп бул жакта, тим көргөндө дайраны кейпи кетип тигил жакта заманасы курулду. О баба, сууну кечип өтөм дегендерге Аму дарыя казылуу кара көрө экен. Дарыя ушундай албуттанып агып жатса, оогандыктар аны кантип кечип өттү? Менин билишимче, оогандыктар суу келе элек чагында кыргыздарга чабуулга өтүшүп, дарыянын түндүк жагында катаган тейит калчаны чаап, абдан арбын алым алып, кыргыз деп азапка тирүү салып, элдин муктууларын кырып таштаптыр. Түшүнүктүү. Мен оогандыктар мындай суудан канат байлап өттү бекен деген элем. Эми булардын куулугу түшүнүктүү болду. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолукканча саламатта калгыла.